Амансыздар ма? Мынау бүгін 15 қараша 2021 жыл. Тікелей эфирге шығып тұрған бірден бір себебім күні бойы Қазақстанның түкпір-түкпірінен ата-аналар хабарласып жатыр. Сол көпшілік ата-аналардың жеке-жеке жауап беруге физикалық тұрғыдан мүмкіндігім болмай жатыр. Сондықтан осы тікелей эфирге шығып отырмын. Өтініш эфирді таратып отырсаңыздар, себебі қазір бөтен бала жоқ. Баланың барлығы, баланың әр қазақтың баласы менің балам деген ұран болып тұр. Таңертеңнен бері мынау кешегі Қазақстанның Шығыс Қазақстан өңірінен хабарласқан ата-ананың жіберген аудиосын біз кеше мен эфир жасадым. Яғни сол Көкпенді, Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Көкпенді ауылының басына түскен ауылының балаларына төнген қауіп, Қазақстанның барлық балаларына төнген қауіп деп есептейміз. Енді мынау қысқаша айтсам, таңертеңнен бері ата-аналардың хабарласып жатқаны өңір-өңірден. Әсіресе қалалық жер емес, ауылдық жерлерден хабарласып жатқан ата-аналар байбалам салып жатыр. Мектеп директорлері өздерінің қызметін асыра сілтеп пайдаланып, ата-аналарды қоқан-лоқы жасауға көшкен. Біріншіден, сіздерге нақтылап әр эфирімде айтамын, бұл эфирімде де қайталап өтсем, баланың өмірі мен денсаулығына тікелей заңды тұрғыда жауап беретін ең бірінші ата-ана делінген Қазақстан Республикасының Конституциясының 27 бабы бойынша. Сол 27 бапты ұран ете отырып, өз балаларыңыздың өмірі мен денсаулығына уайымдаған ата-ана ретінде сіз мектеп директорының атына ешқандай да арыз өтініш жазбайсыз, қайталап айтамын. Тек қана хабарландыру бересіз. Ол хабарландыру неден тұрады? Ол хабарландыру Қазақстан Республикасының Конституциясының 27 бабына сүйене отырып, Қазақстан Республикасының білім заңының 37 бап 2 тармағына сүйене отырып, балаңызды мемлекеттегі эпиджағдайдың ушығуына байланысты өз ұл қызыңызды қашықтан оқытуға ауыстыру жөніндегі хабарландыру. Яғни мектеп тарапын, мектеп әкімшілігін сіз өз тарапыңыздан хабарландырасыз. Болды. Ол үшін сол хабарландыруды қағаз бетіне жазып, қол қойып, барлық жаңағы қашықтан оқу хабарландыруын толтырып болғаннан кейін 2 экземпляр істейсіз, 2 дана. Барасыздағы мектеп қабырғасында орналасқан хатшы бар ғой, мектеп директорының алдында отыратын хатшы. Сол жерге апарып, мектептің кіріс штампын қойдырасыздар. Яғни өз қолыңыздағы хабарландыру қағазын мектепке құжат ретінде тіркетесіздер. Ол егер мектеп тарапынан әкімшілік немесе хатшы қыз сіздің қолыңыздағы қағазды мектептің құжат ретінде тіркеуден бас тартса, 102 нөміріне хабарласып, полиция шақырып, өзіңіздің құқыңызды қорғауға құқыңыз бар. Яғни кез келген құжатты ол ақпараттың үстіне сол мектептің нөмірі жазылған екен, басшысы жазылған екен, сіздің бір сөйлем болсын арыз шағымыңызды олар құжат ретінде тіркеп алып қалуға міндетті заң бойынша. Егер бас тартқан жағдайда 102 нөміріне хабарласып, үстерінен арыз шағым жазып, сіздің заңды құқықтарыңызды бұзған үшін. Сонымен қатар полиция өкілінен жаңағы талон алып қалуды ұмытпаңыз. Себебі ол полиция өкілінен сіздің арыз шағымды қабылдап алды деген тіркелген талонды алып қалу неге маңызды? Ол талонды тіркеп прокуратураға жазуыңызға болады. Дәл осылай өз құқыңызды қорғап үйренбесеңіз, балаңызды қорғай алмайсыз. Енді келесі сұрақ. Ата-аналардың көпшілігі мынау сұрақ қойып жатыр. Бұл вакцинациялау, яғни ковид паспорт сатып алсақ не болады? Немесе балаларымызға мектепке жаңағы отказ жазып беріп жатырмыз ғой. Яғни вакцина салмау жөнінде бас тарту қағазын келісу парағына жоқ деп жазып жатырмыз ғой дейді. Кешіріңіздер. Қазір елімізде бассыздық пен заңсыздық орын алып жатқан жағдайда цифровизация деген нәрсе бар. Яғни осы егер қазір 12 жастан бастап 18-16 жасқа дейінгі балаларға екпе жасауға біз мүмкіндік беріп қойсақ, бұл әрекет арғарайда жалғасады, естеріңізде болсын. Бүгін 12 жастан болса, ертең 5 жастан болады. Себебі менің жаңағы тікелей Нұр-Сұлтан қаласының балалар емдейтін педиатрының дәрігерінің айтуы бойынша, оған келіп, жаңағы басшылықтан келіп, 5 жасқа дейінгі балаларға екпе, Pfizer екпесін жасау жөнінде лекция оқып кеткен. Сондықтан, мына 12 жасқа дейін салдырсақ, бір нәрсе өткізсек, арғай тынышталады деген ойдан аулақ болыңыздар. Балаларды мүлдем Pfizer екпесін жасауға бермеу керек, қайталайын. Неге? Себебі, егер қазір ковид паспортын сатып алсаңыз да, жаңағы сөйлесіп өтірік салдырсаңыз да,
оларға қол болады. Ол неге? Себебі балаларды базаға тіркейді дағы, балалардың жүріс қозғалысын, еркіндігін ашық мобильдік қосымшасы арқылы шектейтін болады. Бұл сұмдық. Өзіңізді ғана ашық мобильдік қосымшасы арқылы сізді ғана бақылап қана қоймайды, балаларыңызды да бақылайтын болады. Жарайды, қалалы жерде интернет бар, ал ауылдық жерлерде интернет жоқ. Сондықтан бұл сұмдық жағдайға апарады. Яғни сізді ғана дискриминация жасап қоймайды, балаларыңызды да дискриминация жасайды. Яғни түстерге бөледі біріншіден, екіншіден баланың қажеттілігін өтейтін орындарға кіргізбей қояды. Сөйтіп, оның үстіне ол бір жағы. Екінші жағынан, Pfizer екпесінің біздің мемлекетімізге әкелінгені мен оның қалай әкелінгендігі, оның жаңа екпенің нәтижесінде баланың өмірі мен денсаулығына қалай әсер ететіндігі туралы еш жерде мәлімет жоқ. Оның үстіне мынаны естеріңізде сақтаңыздар. Мектеп білім ордасы, яғни білім берумен айналысу керек. Ол балаларға медициналық көмек көрсету немесе медициналық қызмет көрсетуге арналмаған мекеме. Сондықтан мектеп директоры, мұғалімдер, жалпы білім саласы балаларға медициналық көмек көрсетумен мүлдем заң бойынша айналыспау керек. Сондықтан да елімізде болып жатқан заңсыздық пен бассыздыққа қазір ақпаратсыз ата-аналар өзінің балаларын екпеге беру арқылы құрбандыққа шалған болып есептеледі. Себебін айтайын. Себебі сіздерге екпе жасалған кезде естеріңізде болса, сізді толық ақпараттандырған жоқ. Екпенің нәтижесінде сіздің денсаулығыңызға қалай әсер ететіндігі, өміріңізге қалай әсер ететіндігі туралы ақпарат берген жоқ. Дәл солай. Осы Pfizer екпесінің сапасы жөнінде, сертификаты, лицензиясы жөнінде ешқандай ақпарат жоқ. Тек қана біздің білетіміз Pfizer екпесінің нәтижесінде былтырдан бері, қала берсе осы Ресей, сонымен қатар Германияда анық білем, Pfizer екпесінің нәтижесінде балалар өлімі өте көп тіркелгендігі туралы. Енді мынаны айтайын. Мектеп директорлері өздерінің қызметін асыра сілтегендігі үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 361, 362 және 38 баптармен қылмыстық жазаға тартылуы мүмкін. Соны ұғып алыңыздар. Егер мектеп директоры өзінің қызметін асыра сілтеп сіздің құқығыңызды шеттеп жатса, немесе сіздің құқығыңызды сыйламай, сізді қоқан-лоққы жасап қорқытып жатса, сіз оны фото, видео фиксация жасап алыңыз. Неге? Себебі балаға жасалған екпенің нәтижесінде біріншіден балаңыз бақылауға алынады, ашық мобильдік қосымшасы арқылы. Екіншіден дискриминация жасалады. Үшіншіден баланың денсаулығына ол екпенің қалай әсер ететіндігі туралы ештеңе білмейсіз. Бала ол тәжірибе қояны емес, тәжірибе тышқаны емес. Мектеп директоры өз еңбек шартында жазылған міндетінен артық ештеңе істеуге құқы жоқ. Және сонымен қатар айтып өткім келетіні, кешегі аудио жазбада тыңдап отырсаңыздар, мектеп директорлерін әкімшілікке шақыртамыз деп қоқан-лоққы жасап отыр. Медицина саласымен екпе жасау мәселесі, вакцинациялау мәселесі әкімшілікпен неге байланысады деген ой келді ме сіздерге? Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы әкімшілік мені сотқа беріп жатыр. Менің балаларым ауырып, дене қызуы ауырып жатыр. Парақшамда жариялағаным үшін сілтемені саламын, қараңыз. Әділбек Бердиев мырза, әкімшілік сізді сотқа не үшін береді? Түсінбедім. Парақшама жариялағаным үшін. Дене қызуым ауырып жатыр деп парақшамда жариялағаным үшін. Неге сотқа береді? Егер сіз ауырып жатқаныңызды, бұл заңсыздық. Сондықтан тағы не айтайын деп едім. Сол ата-аналар өз тарапынан сол мектеп басшыларының жағынан қоқан-лоққы мен қысымға ұшырап жатыр. Сол ата-аналарға айтарым, кез келген мектеп басшылығының, әкімшілігінің тарапынан психологиялық, моральдық тұрғыда қысым көрсеңіз, фото, видео фиксация жасаңыз. Сонымен қатар, егер қоқан-лоққы жасап телефон соғып жатса, оны баспа ретінде басып алсаңыз құқылысыз. Неге? Себебі ол хабарласып сізге қоқан-лоққы жасаса, ол сіздің құқығыңыз бұзылды деп есептеледі. Бөтен бала жоқ, естеріңізде болсын. Жаңағы кейбір ата-аналар айтып жатыр, сұмдық. Қайтеміз енді? Жасайым десе, жасайды ол екпені деген сөздерді естіп жатырмын. Бұл сұмдық. Екпе жасағанмен бала сіздікі. Бала ертең сол екпенің нәтижесінде зардап шегіп жатса,
өмір бақи сол жаңағыдегі ешқандай әрекет жасамай, ешқандай әрекетсіздігіңіз үшін, сол баланың денсаулығындағы ақау үшін өмір бақи сіз ата-ана ретінде жауап бересіз. Одан кейін тағы бір ең басты маңызды нәрсе, мектеп тарапынан сіздерге жаңағы өтініш немесе түсінік хат жаздырып жатыр. Оның ешқайсысын жазбаңыздар. Себебі біздің елімізге қазір менің әр эфирімде айтатын ювенальный юстицияның шеті кіріп жатыр. Ол сіздердің мектепке жазып берген өтініш, түсініктеме хаттарыңыз немесе бас тарту қағаздарыңыздың барлығын ювеналдық юстиция ұйымы ертеңгі күні сізге қарсы пайдалануы мүмкін. Түсінесіздер ме? Неге? Себебі Қазақстан Республикасының денсаулық кодексіндегі 85-ші бапта 2020 жылы енген заңсыз өзгерістердің арасында 2021 жылы 10 мамырда 85-ші бапқа өзгеріс енгізді. Сол жерде балаларға жасалатын жылдық жаңа міндеттелген екпелердің қатарына анықталмаған COVID-19-ға қарсы инъекцияны да қосып қойған. Бұл заңсыз деп есептеймін. Заңсыз. Неге? Себебі кез келген Қазақстан Республикасының Конституциясының 4-ші бап 4-ші тармағына сәйкес халықтың денсаулығы мен өміріне әсер беретін нормативтік құқықтық актілер, заң жобаларының барлығы халықтың талқысына салыну керек. Халықтың талқысынан салынып, халықтың құптауын көргеннен кейін барып, ол іске асу керек, өз күшіне ену керек. Сондықтан 2020 жылы, 2021 жылы халықтың талқылауына салынбай енген заңдағы өзгерістердің барлығын заңсыз деп есептеймін. Ал егер бұл сөзіме қарама қайшы не тапсаңыздар, оны әкеліңіздер, оны әкелсін. Оның үстіне тағы бір мәселе, жаңаға мектеп директорлері ата-аналарға қоқан-лоққы жасап жатыр екен. Балаңды онлайнға ауыстырғанмен ешқандай тапсырма бермейміз деп. Олай айтуға мектеп директор басшыларының ешқандай құқығы жоқ. Біріншіден, Қазақстан Республикасының білім заңының 37-ші бап 2-ші тармағында егер үкімет тарапы карантиндік жағдайды жариялап, біздің құқықтарымызды және қозғалыстарымызды шектей бастаған жағдайда білім беру саласы, яғни мектеп, балаңызға қашықтан оқытуды қамтамасыз етіп беруге міндетті деп жазылған. Ашып қараңыздар. Қайталап айтамын. Қазақстан Республикасының білім заңының 37-ші бап 2-ші тармағы. Ол жерде асинхронды деген сөз жоқ. Түсінесіздер ме? Осы үстіміздегі жылдың 2021 жылдың 17-ші қыркүйегінде Баян Қазбекқызы Авиян Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовпен онлайн жүздесу өткізді. Сол жерде Баян Қазбекқызы нақты сұрақ қойды. Асинхрон 444-ші бұйрығыңыздағы асинхронды сөзін қайдан алдыңыз? Деген сұраққа Асхат Аймағамбетов ешқандай жауап айта алған жоқ. Түсінесіздер ме? Яғни асинхронды деген сөз заңда жоқ. Заңда қашықтан оқыту деген бар. Сол құқықтарыңызды өздеріңіз пайдаланбай, өз құқықтарыңызды өздеріңіз қорғамай, ешкімді қорғайын деп тұрған жоқ. Сондықтан сөзімнің қорытындысы ретінде бала 18-ге толмаған баланың барлығы бала. Сондықтан 12-ге дейін ба? Менің балам 12-ге толған жоқ әлі дегенді қойыңыздар. 12-ге дейін салынып болғаннан кейін, арғарай 7 жасқа, арғарай туылғаннан бастап, олар жаңағы ВОЗдан ақша бөлінген сайын, олар сол ақшаны алу үшін, не дейді? Ашыққаннан құныққан жаман дейді қазақта. Сіздің балаңызды аяйын деп тұрған жоқ. Менің сіздің балаларыңызды ақша үшін аяйын деп тұрған жоқ ешкім. Енді біз айтамыз ғой, мектеп білім ордасы, білімді жандар жиналған деп. Өкінішке орай олай емес екен. Білімді жандар өз құқын қорғай алмай отыр. Сондықтан өз құқын қорғай алмаған адам сіздің де сіздің балаңыздың да құқын қорғай алмайды. Құқын демек түгілі ешкім, мысалға, сол екпе мектеп қабырғасында жасалғаннан кейін баланың денсаулығына ата-анадан өзге ешкім жауап бермейді. Соны ұмытпаңыздар. Баланы мүлдем екпе жасауға бермеу керек. Ковид паспорты сатып алмаңыздар. Тағы бір рет айтамын. Егер сатып алсаңыз, сіз өзіңіз орғазасыз. Сатып алған жағдайда сіздің балаңызды тура бізді үлкендерді былтыр екпе жасалғалы бері жаңағы ашық мобильдік қосымшасы арқылы дискриминациялап отыр ғой. Жаңағы бізді қай жерде жүргеніміз, тұрып тұрғанымызды белгілеп отыр. Қала берсе контактный ретінде жаңағы 83 мың штраф төлетіп отыр көп адамдарға. Жаңағы ашық мобильдік қосымшасы көк емес, жасыл емес, қызыл жанып қалса 87 мың штраф айыппұл төлетіп отыр. Міне, сол жағдайға өз балаңызды душар етпес үшін
ешқандай екпе жасатып, ковид паспортты сатып алушы болмаңыздар. Біз Қазақстан Республикасы құқықты, зайырлы, демократиялы әлеуметтік мемлекетпіз. Ол деген сөз, конституция бар, заң бар, тек қана соны қолдану ғана қалды. Әрбіріміз қолдана білсек, яғни сонымен қорғана білгеніміз. Балаларымызды қорғайық. Бала, білмеймін. Бала ол барымыз ғой. Баладан өзге қымбат ештеңе жоқ деп ойлаймын. Сондықтан, асыл қазағым, менің сөзім егер көңіліңізден шықса, эфир таратып, арғарай сөзімді рас өтірігін тексере отырыңыздар. Тексеріп, өз балаларыңызды қорғай отырыңыздар. Өз құқын білген адам, өз құқын білген адамның алдында президент те бір, мектеп директор де бір, қандай шенеунік болсын, өз құқын біліп тұрған адамның алдында төмен тұрады. Түсінесіздер ме? Неге? Өйткені біз тірі адамбыз. Тірі әйел, тірі еркек, тірі адамбыз. Ол тірі адамның құқын Қазақстан Республикасының Конституциясының 12-ші бабы бойынша абсолютті делінген. Абсолютті, яғни шексіз. Тірі адамға ешкім зерттеу, тәжірибе жасай алмайды. Балаларға тем более. Соны біліңіздер. Мұны бүгін кесіп отырмын. Бір ата-ананың жаңағы мектеп, мен неге мектеп директорлерін айтып жатырмын? Себебі өздеріңіз білесіздер, Нұр-Сұлтан қаласының 58-ші мектебінде жаңағы балаларына, Ұлжанның қыздарына сұраусыз манту жасалған кезде, сол қызының денсаулығы нашарлаған кезде ешкім жауап берген жоқ. Мектеп директоры жазаланған жоқ, екпе жасаған жаңағы медициналық қызметкерлер жазаланған жоқ. Тек қана зардап шеккен Ұлжан және оның 6 жасар қызы. Соны ұмытпаңыздар. Тәуекелге бармаңыздар. Бала тәуекел жасайтын қорадағы қой емес, бір қойымды бердім, екінші қойым бар ғой дейтін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.